тура менікіндей анимация жасап өзінің YouTube каналында ашқың келсе, описаниядағы ссылкаға өт. Блокировать разрешить деген шығады. Разрешитті басасын, одан кейін скачать файл деген шығады. Содан басасында разрешитті қайттан басасын. Одан кейін программа жазылады. Одан өзінің YouTube каналымен айналыса аласың. Ал біз видеомызды бастаймыз. Жазғы демалысқа бір апта қалды. Барлығымыз қатты қобалжыдық. Және де менің бір досым сен мектепке вейп алып келесің ба деп сұрады. Мен әрине деп жауап бердім. Негізі бұл менің вейпім болған жоқ, бұл менің ағамның вейпі болатын. Мен оны таңертең ерте тұрып ұрлап кеттім. Мен әкемнің көлігіне отырдым да ештеңке білмегенде кейіп таныттым. Мен көліктен түсіп қалдым да мектепке кірдім. Сол жерде достарым мені тосып тұр екен. Одан кейін біз вейп тартатын жерді іздедік, бірақ барлық дәліздерде мұғалімдер жүрді. Ең соңғы амалымыз әйелдердің дәретханасы болды. Мен ол жерге өзімнің досыммен бірге кіріп кеттім, ал қалғандары бізді қорғап тұрды. Біз вейп тартып тұрғанда басқа досымыз кіріп келді де не істеп жатсыңдар деп сұрады. Мен оның бетіне үрлей салдым. Ал ол қыз қатты ашуланып мені директорға айтып берді. Біздің вейп тартатынымызды да айтып берді. Және де біз сабақ оқып отқан кезде біздің классқа завуч кіріп келді де менің мұғалімімнің құлағына бір нәрсе деп сыбырлай бастады. Мұғалім маған «Эми, сен қайдасың?» деп сұрады, ал мен жай ғана қолымды көтердім. Одан кейін завуч менің қасыма келді де сенің сөмкен қайда деп сұрады. Мен өзімнің досымның сөмкесін көрсете салдым. Өзімдікін көрсетсем вейпті тауып алушы еді. Содан кейін біз директордың кабинетіне бардық. Енді директор менің сөмкемді ақтарып шығу керек. Мен ең алдымен директорға өзімнің қалтамды көрсеттім. Одан кейін ол менің сөмкемді ақтара бастады. Мен ода ештеңке жоқ екеніне күмән болдым, бірақ директор оның ішінен бір ұл баланың іш киімін тауып алды. Одан кейін менің досым завучқа барлығын айтып берді. Ол менің сөмкен екенін айтты да соны алып келді. Одан кейін оның ішінде вейп бар деп айтты, ал бұл менің сөмкем деп айтты. Одан кейін директор қатты ызаланып кетті де менің сөмкемді ашпақшы болды. Сен неге үйтіп өтірік айтасың? Мен саған енді ешқашан сенбейтін боламын. Енді сен мектептен қуыласың деп айтты. Ал менің досым мені сабырға шақырды да кетіп қалды. Одан кейін мұғалім менің ата-анама хабарласты. Ата-анам мені алып кетуге келгенде мен қатты жыладым. Одан кейін маған ағам қатты ұрысты, неге менің вейпімді алып кетесің деп. Енді жазалау ретінде маған бір ай телефон бермейді. Мен қатты мұңайып қалдым. Енді телефон, интернет, ешқандай нәрселерді ұстай алмаймын. Мен көзіме жас мөлдірлеп мұңайып қалдым. Енді өзімнің телефонымды қайтарып беруді өтініп жүрмін. Енді ешқашан вейп тартпайтын боламын. Және де сіздер де тартпаңыздар, өйткені бұл өте зиян. Видео ұнаса арнамызға жазылып қасына шыққан қоңыраушаны басып қой. Сол кезде біздің видеоларымызды жіберіп алмайсың.